Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 5-ші модульді бастайтын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, колокольчик батырмасын басып қойыңыздар, себебі алдағы уақытта пайдалы сабақтар көп болады. БЖБ, ТЖБ жауаптарында салатын боламын. Vocabulary, verbs, celebrations and the special days. Жалпы 5-ші модуль бізде алғашқы беті 54-ші беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Look at the celebration cues. Complete from 1 to 6 with 6 of the words in yellow from the cues. 55-ші беттегі сармен беріліп тұрған сөздерге назар аударайық. Осы сөздерді қолданып, бірінші тапсырмада беріліп тұрған сөздерге тіркеп, сөзі толықтырып жазу керекпіз. Міне оқушылар, бірінші және екінші тапсырманың жауабы: бірінші dance, екінші have, үшінші sing, төртінші decorate, бесінші make, алтыншы celebrate. Екінші тапсырмада бізге жай ғана жасаған тапсырмаңыздың, яғни бірінші тапсырмада жасаған жауаптарын дұрыс екендігін тексеру керексіздер. Ойсын қосылады, сол арқылы тексеріп алсаңыздар болады. Келесі тапсырма, үшінші тапсырманы қарастырайық. Choose the correct combinations of verbs and nouns. Бұл жерде сіздер сөйлемді толықтырып, ашып, жақшаның ішіндегі сөздерді қолданып, сөйлемді ашып жазу керексіздер. Яғни оқушылар, үшінші тапсырмада мысалы түсіндіріп кетейін қазір. People celebrate, адамдар тойлайды. Dogs or Christmas. Dogs деген бізде иттер деген сөз. Christmas деген бізде ол Christmas, яғни жаңа жылдық бір мерекелердің біріне кіреді. Сіздер иттерді тойлайсыздар ма, әлде Christmas'ты тойлайсыздар ма? Осы екеуінің біреуін таңдайсыздар, сосын сөйлемді ашып жазасыздар. Яғни people celebrate Christmas деген секілді. Restaurants make schools, яғни ресторандар мектеп жасамайды ғой, ресторандар пицца жасайды. Сол себепті restaurants make pizzas. I wear shoes. We decorate our houses. My cousins dance salsa. I get presents on my birthday. Міне оқушылар, жаңа таңдаған сөздер, мысалы people celebrate Christmas, restaurant make pizzas, shoes decorate, dance get. Төртінші тапсырма complete the key phrases with words from the cues. Бұл жерде сіздер сөзі фразаны толықтыру керексіздер. On, at, in деген секілді фразаларды қолданасыздар. Дұрыс жауаптары: біріншісі on, екіншісі at, үшіншісі at. Келесі беттегі тапсырмалар 56-шы беттегі тапсырмаларға көшейік. Reading International Festivals. Бұл бетте сіздер ең басты мақсат ол reading, оқу бөлімі. Мәтінді оқисыздар және соған байланысты тапсырмалар орындайсыздар. Бірінші тапсырмадан бастайық. Read and complete the text with the verbs, then listen and check. Бұл жерде сіздер мәтінді оқып және бос тұрған ұяшықтарға мына бокстың ішінде go, decorate, make, celebrate, jump деп беріліп тұрған етістіктерді осы бос тұрған ұяшықтарға жазып, мәтінді толықтырасыздар. Және соңында тапсырманы аяқтаған кезде listening арқылы жасаған тапсырмаларыңыздың дұрыс немесе қате екендігін тексересіздер. Оқушылар, 56-шы беттегі бірінші тапсырманың дұрыс жауаптары: бірінші ұяшыққа go, екінші ұяшыққа celebrate, үшінші make, төртінші jump, бесінші decorate. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Read the text again and write true or false. Бұл жерде сіздер төменде беріліп тұрған сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екендігін ажырату керексіздер. Мәтін бойынша әрине. Сол себепті мәтінді түсініп, толықтай оқып шығуға кеңес беремін. Міне оқушылар, екінші тапсырманың дұрыс жауабы: бірінші сөйлем true, екінші сөйлем false, үшінші сөйлем true, төртінші false, true, false.
Келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма. Build your vocabulary. Match words from 1 to 5 to pictures from A to E. Are there any special foods for celebrations in your country? Бұл жерде сіздер мына үшінші тапсырмада беріліп тұрған тамақтың тағамдары мен мәтіннің ішінде беріліп тұрған A, B, C, D, E берілген суреттермен сәйкестендіру керексіздер. Міне оқушылар, жаңа сіздерге үшінші тапсырмада сөздердің реттілігі берілген, бірінші, екінші, үшінші, ол жерде 5 сөз берілген. Сол сөздерге суреттерді сәйкестендіру керексіздер. Бірінші E, екінші D, үшінші A, төртінші B, бесінші C. Осымен оқушылар, бізде 56-шы және 54-шы, 55-шы беттегі тапсырмаларға жауап беру аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, колокольчик батырмасын баса кетіңіздер. Пайдалы болса, өз достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қорытындылай кететін болсақ, бүгінгі сабақта негізгі 54 және 56-шы беттегі тапсырмаларды орындадық. Сіздермен бірге болған Ингутуб арнасы келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.